Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Спортмастер каналының жүргізушісі мен Нұрфат. Қолыңызды бүйтіп көтересіз және ішіңізді ұстайсыз. Осыдан кейін сіз бұл ішті көрмейтін боласың. Өйткені сені осы майдың ішіндегі кубиктар тосып тұр. Бүгінгі видеода мен сіздерге бір күнде 10 кг, яғни іштегі майды тез кетіретін жаттығуларды көрсетемін. Бұл жаттығуларды сіздер қайталап ішіңіздегі майды бір күнде 10 кг дейін тастай аласыз. Яғни біз қазір видеоның басында өлшейміз ішімізді және видеоның соңында өлшейміз, результатын айтатын боламыз. Жаттығулар өте оңай, үй жағдайында әр жаттығуды бөлек-бөлек менімен бірге қайталап орындайтын боласыз. Бұл жаттығулар сіздің ішіңіздегі майды тез кетіреді және омыртқаның қозғалуын жақсартады. Бұл жаттығулар қайталап ішіңіздегі майды 10 кг дейін тастай алатын боласыздар. Қазір видеоның басында мен ішімді өлшеймін және видеодан кейін сол жаттығуларды орындап болғаннан кейін, жаттығудан кейін ішімді өлшеп көрсететін боламын. Результатын сол кезде көреміз. Видео басталмас бұрын каналға тіркеліп кет, лайк басып кет және осы видеоны өзіңнің достарыңа таратып кет. Ал біз видеомызды бастаймыз. Қазір біз жаттығуды жасамас бұрын ішімізді өлшеп көріп аламыз, яғни жаттығудың алдында және жаттығудан кейін. Қазір біздің ішіміз 83-84 см болып тұр, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді мен қазір жаттығу жасап болғаннан кейін ішімді өлшеп сіздерге көрсететін боламын. Яғни жаттығу пайдасын тигізді ма, тигізген жоқ па, соны сіздермен бөлісетін боламын. Бұл жаттығуда көріп тұрғандарыңыздай тізеңізді ашасыздар және аяқты қосып бірге жатасыздар ішпен және қолыңызды алдыға созасыздар, максималын алдыға созасыздар және ішпен жатып кеудені көтересіздер. Бұл жаттығудан 10 рет қайталайсыздар. Тура видеодағыдай техникада, видеодағыдай темпте орындалу қажет. Бұл жаттығу сіздің ішіңіздегі майға және омыртқаңыздың қозғалуын жақсартады. Comes back again. Damn, I guess you lost another friend. Talking about it like it's a goddamn. Бұл жаттығуда да бағана жаттығу сияқты, бірақ қолды орта жаққа қоямыз. Қолымызды ортаға қоямыз және бағанағы әдісті қолданамыз. Ішімізді толық көтереміз және толық түсіреміз. Бұл жаттығу сіздің ішіңіздегі майдың кетуіне, жоғалуына әсерін тигізеді. Видеодағыдай қайталаңыз. Keep on fucking talking, I'ma shut your voice. Cause I rock designer don't mean I'm Gucci. You would know if you fucking knew me. She said let him talk, it go right through me. I don't know if she said that truly. Hello, you don't gotta lie. And I know it's hard sometimes. How can they think that we don't try? Бұл жаттығуда қолды иық жаққа жақындатып, бағана жаттығулар сияқты көтереміз. Бірақ бұл жаттығуды 5 рет қана жасаймыз. Асықпай, темппен терең демалып, ішімізді сезініп жасаймыз. Сіздерге міндетті түрде пайдасын тигізеді. Бұл жаттығуда сізге доп немесе басқа да домалақ заттар керек, яғни тізеңізге қысып ұстап тұрғанға түзу жатасыз, басыңыз бәрі түзу, аяғыңызды көтересіз де допты қысасыз және аяқты оңға солға құлатып кезек-кезекпен көтереміз. Бұл жаттығу сіздің ішіңізге омыртқаңыздың қозғалуына толық әсерін тигізеді. Видеодағыдай қайталаңыз. And I'm sad, and she's sad too. If I die, then I had to. My life is turned upside down like why? And I tiptoe back to the darkness. I don't want this. What the fuck is it you not get? I don't really wanna talk it out. Yeah, how'd you really wanna walk it out? I'm a
mind my own business, but my feelings slowly killing. They be drilling into my head. You don't wanna come in and see it. You don't. I used to say that I was blessed, but now I feel like I'm too stressed to live my life. I think it's over. And I'm sad. Біз жаттығуды аяқтадық. Ішімізді енді өлшейміз. Сантиметрді алайық. Біздің қазір жаттығудан кейінгі ішіміз 76-77 болып тұр. Біз жаттығуды жасамас бұрын ішімізді өлшегенде 83-84 сантиметр болған. Яғни кішкене болса да пайдасын тигізген. Бұл жаттығуды қайталап сізде осындай дәрежеге жете аласыз. Тек қана тура видеодағыдай менімен бірге орындаңыз. And she said too, if I die, then Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Мен бұл жаттығуды жасап біттім. Видеоның басында өлшедім және видеодан кейін өлшедім. Видеоның басында жаттығу жасамас бұрын ішім 84-83 сантиметр болған. Жаттығудан кейін 76-77 сантиметр. Яғни кішкене болса да пайдасы тиген. Бұл жаттығулардың фишкасы ең жақсы жаттығулар, оңай жаттығулар, оңай әрі пайдалы жаттығулар. Бұл жаттығуларды әр салмақта адамдар жасай алады. Үлкен салмақ, кіші салмақ бөлінбейді. Мен бұрында түсіріп жүретін видеоларым қиын жаттығулар болатын, яғни ол жаттығулар көбісі жасай алмайтын, көбісі қиналатын. Ал бүгінгі түсіріп отқан жаттығулар әрі оңай, әрі пайдалы, әлі өте әсерлі жаттығулар. Өздеріңіз көрдіңіздер результатын. Мен видеоның басында өлшедім және видеодан кейін өлшедім. Сіздер де осылай өлшеп результатын көрсеңіздер болады. Бір күнде 10 килограммға дейін тастай аласыздар. Яғни видеодағыдай жасасаңыздар. Бәрін видеода айттым, көрсеттім. Тек қана осы видеоны қайталап өзіңіздің пайдаңызға асырыңыздар. Мен сіздер үшін пайдалы әрі жақсы жаттығулар түсіруден жалықпаймын. Сіздер де лайк басып каналды қолдап отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. I had to. My